Расул айтып жатыр, "Вал бахсу анху джихадун". Білімді ізденіп, оны талап етіп, қалай болады екен, битсе қалай екен деп іздене беру, ол джихад деп айтты. Міне, джихад, білім джихады. Ва та'лимуху лима ла я'ламуху садақа. Кейін оны білімді алып алғаннан кейін, білмейтін адамға оны үйрету ол садақа дейді Расул саллаллаху. Садақаның ең абзалы мынау. Я, адамдар садақа беріп жатыр ғой. Қайырымдылық жасап жатыр, көмектесіп, дұрыс, сауап ол. Ал бірақ мына білім садақасы одан да абзал. Өткен Расул басқа несін айтқанда, ең хайырларың, хиярукум ман аллама ва тааллама. Үйреніп, біреу үйреткендерің деген хадис бар. Ең хайырлы адам сол адам екен. Өзі үйреніп алды бірінші. Сөйтіп өзінің бойында надандықтың бәрін кетеді, амал жасады. Өзі сол рахатын көріп жатыр. Енді басқаларға да сол тілеп жатыр. Сөйтіп өзгелерді үйрете бастайды. Мынандай істесең былай болады екен. Мына сол білімді үйрету не екен адамдарға? Не екен? Ол садақа дейді Расул саллаллаху алейхи ва саллям.